Сәлем қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте сәтті болып шығатын үлкен сондай балғын түрде французский круассан дайындаймыз. Өздеріңіз көргендей, осындай екі түрлі круассан дайындаймыз. Біреуі шоколад қосылған, біреуі қарапайым түрде. Видеомды соңына дейін тамашалап, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Бізге қажетті затымыз 500 мл сүтімізге 4 жұмыртқамызды, 200 грамм қантымызды, 1 шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Екі түрлі круассан жасағандықтан бұл жерде екі еселеп қамырды алдым. Сіздер 250 грамм сүтке жасасаңыздар болады. Сол себептен 14 грамм қамыр ашытқымызды, ванильный сахарымызды, 200 грамм бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, үстіне 1 кг 200 ұнымызды саламыз. Ұнымызды жартылай қоса отырып, осылай қамырымызды илейміз. Жаңа айта кеткендей, мен көп көлемде круассан әзірледім. Сіздерге описание бөліміне 10 дана круассан шығатын рецепт қалдырам. Қамырымыздың иі қанғанша осылай жақсылап илеп аламыз. Өте балғын, өте жұмсақ қамыр шығу керек бізге. Қамырымызды ыдысымызға салып, сұйық майымызды осылай қоса отырып илейміз. 20 минутқа бетін жауып, қамырымыз көтерілгенін күтеміз. Қамырымыз дайын болғанша 10 грамм ұнтақты какаоымызға бөлме температурасындағы суымызды құйып, осындай паста шыққанша араластырып аламыз. Көтерілген қамырымыздың кішкене бөлігін алып, қолымызбен аз мөлшерде жайып, ортасына жаңа дайындаған какао пастасын салып, қамырымызды бүктеп илейміз. Тура видеодағыдай. Қамырымызға аз мөлшерде ұн қоса отырып, осылай барлық жері какао болғанша осындай қамыр шығу керек бізде. Енді осы қамырымызды 4 бұрышты көлемде осылай жаюға тырысып, пленкамызға салып, холодильникке 5-10 минутқа қойып қоямыз. Майлылығы 82% сары майымызды 4 бұрышты қылып, пергамент қағазын дайындап, ішіне сары майымызды салып, осылай оқтаудың көмегімен барлық жеріне жеткізіп, 4 бұрышты қылып жайып аламыз. Біздің сары майымыз қатты қатуы қажет, тоңазытқышқа салып қоямыз. Менде екі түрлі круассан дайындайтын болғандықтан қамырымызды екіге бөліп алдым. Екі круассанның қамырына 200 грамм сары майымызды тоңазытқышқа қатырамыз. Қамырымызды осылай 4 бұрышты көлемде пленкаға орап, холодильникке 20 минутқа салып аламыз. Мінекей қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Осылай барлық қамырымызды жайып, тоңазытқышқа қатырылған майымызды дәл қамырдың ортасына қойып, дәл видеодағыдай жасаймыз. Сары майымызды ортасына осылай салып, бетін қамырдың бір-біріне беттестіріп, оқтауды салмақ салмай кішкене жүргіземіз. Қамырымызды тура видеодағыдай 4 бұрышты қылып бүктейміз.
Бүктелген қамырымызды осылай пленкаға орап холодильникке 5-10 минутқа қойып аламыз. Холодильникте тұрса да қамырымыз осылай жұмсақ болып көтерілді. Онда аз мөлшерде қоса отыра 4 бұрышты қылып қамырымызды жайып аламыз. Жаңа дайындаған какао қосылған қамырымызды үстіне беттестіріп, тағы холодильникке 10 минутқа қойып аламыз. Тура видеодағыдай. Себебі бір-біріне жабысып, қамырымыз өте жұмсақ болуы қажет. Пленкаға орап 10 минутқа холодильникке жібереміз. Қамырымыз дайын болғанша, пісіп шыққанда бетіне жағатын сиропын дайындаймыз. 65 мл суымызға 80 грамм қантымызды салып, 1 тілім лимонды салып, баяу отта қайнатып аламыз. Баяу отта 10 минут қайнаса жеткілікті. Дайын болған қамырымызды 4 бұрышты көлемде ұн себу арқылы жайып аламыз. Тегіс жайылған қамырымыздың арасын 10 см қылып, осылай кесіп аламыз видеодағыдай. Барлық кесілген қамырларды 3 бұрышты қылып, ортасынан бөлеміз. Мінекей шоколадты круассандарымыз дайын болып қалды. Бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Аз уақытта осылай біркелкі болып көтеріледі. Үстіне бір жұмыртқамыздың сарысы мен үлкен қасық сүтті екеуін араластырып, круассандарымыздың бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 200 градусқа қойып, 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Менде бұл екінші круассан, ешқандай какао, шоколад қосылмаған, қарапайым түрде жасалады. Круассандарымызды 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Мінекей біздің шоколадты круассанымыз пісіп шықты. Өте қатпарлы. Жесеңіз ауызда ерейтіндей ерекше дәмді болып шықты. Пісіп шыққан, суыған круассандарымыздың бетіне осылай жаңа дайындаған сиропымыздың барлығын жағып шығамыз.
Мінекей достар, біздің үй жағдайында жасалатын круассандарымыз дайын болды. Тура тәттілер сататын магазиндегі круассандарға ұқсайды дәмі. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Барлықтарыңызға сәттілік, жасап көріңіздер.